Елордалықтар белгілі әнші танымал композитор Батырхан Шүкеновті бір сәт еске алды. Есіл өзені жағалауында жүздеген қала тұрғыны мен жастар әншінің әндерін орындап, аруағына тағзым етті. Бұл шара барлық өнер жанашырларын бір арнаға тоғыстырды. Facebook әлеуметтік желісінде белсенділердің әншімен қоштасу үшін жағалауға жиналу жөніндегі ұсынысын көбі қолдады. Шара ешқандай сценарийсіз өтсе де, халық сүйікті әншінің әндерін орындап, оның музыкасы туралы толымды ойларымен бөлісті. Бүгін қайғылы күн, көңілім бір түрлі құлазып тұр. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Адамдардың оның әндерін сүйіп тыңдайтынын көріп, бір жағынан қуанышта бар аздаған. Осы азалы сәтте жиналған адамдар әншінің әндерін орындап, бір сәт еске алуда. Қазақстанның үлкен өнер саңлағы өмірден озды деп есептеймін. Қаншама қала тұрғыны сүйікті әншісімен қоштасуға келіп тұр. Аруағына тағзым етуге жиналған жастар да баршылық. Оның әндері мәңгі жадымызда қалады деп ойлаймын. Жиналған қауым еске алу шарасын Батырханның әндерінен бастады. Алғашқы болып атақты Джулия әні орындалды. Одан кейін хитке айналған әндер «Нелюбимая», «Отан ана», «Твои шаги». Батырхан Шүкеновпен қоштасу мамырдың 1 күні сағат 10-да Алматы қаласында Жабаев атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында өтеді. Батырхан Шүкенов өзінің сахналық жолын Роза Рымбаевамен бір топта саксофонист ретінде бастады. Кейін өзі құрған А-студио тобында фронтмен болды. Ал 2000 жылдары жеке орындаушылық жолға түсті. Айта кетейік, Батырхан Шүкенов 2014 жылы жанды дауыс шоуының жеңімпазы атанған.